Жетінші есеп. А мен Б қалаларының арасы 225 километр. Жылдамдықтарының қатынасы 4 пен 3 сандардың қатынасындай, екі машина әртүрлі қалалардан бір уақытта бір бағытта шықты. Егер жылдам машина алғашқы 4 сағатта 720 километр жол жүрсе, сонда тағы неше сағат өткеннен кейін ол алдыңғы машинаны қуып жетеді. Біз сызбасын салып алайық. Міне мынау А қаласы болсын, және мынау Б қаласы болсын. А қаласынан бір машина және Б қаласынан бір машина бір бағытта шықты. А және Б қалаларының ара қашықтығы 225 километр. Және бірінші машинаның жылдамдығы мен екінші машинаның жылдамдығының қатынасы, яғни В1 мен В2-ның қатынасы 4 пен 3-тің қатынасындай. Және бізге айтады, егер жылдам машина алғашқы 4 сағатта 720 километр жол жүрсе, онда неше сағат өткеннен кейін ол алдыңғы машинаны қуып жетеді дейді. Яғни олар, мысалға, мына жерде кездесті делік. Олар қанша сағат өткеннен кейін бір-бірімен кездеседі, және алғашқы машина тағы неше сағат өткеннен кейін алдыңғы машинаны қуып жетеді дейді. Біз бірінші амал 720-ны 4-ке бөлеміз. Себебі жылдам машина алғашқы 4 сағатта 720 километр жол жүрген. Бізде S бар, T бар. Онда V1-ді табу үшін біз 720-ны 4-ке бөлеміз. 180 километр сағат болады. 180 километр сағат бұл V1. Яғни 4 пен 3-тің қатынасындай болды ғой біздің жылдамдықтарымыздың қатынасы. Біз қатынасты 4x және 3x деп аламыз. Ендеше жылдам машина, яғни бірінші машина 4x жылдамдық 180-ге тең болды. Осы жерден біз x-ті таба аламыз. Ол үшін 180-ді 4-ке бөлеміз. 45-ке тең болады, яғни 1 бөлік 45-ке тең. Егер 1 бөлік 45-ке тең болса, онда біз екінші машинаның жылдамдығын таба аламыз. Ол үшін 3-ті 45-ке көбейтеміз. 135 километр сағат болады. Енді біз бірінші машинаның жылдамдығын білеміз. Екінші машинаның жылдамдығын білеміз. Және олардың қазіргі ара қашықтықтарын білеміз. Ендеше біз алғашқы машина, екінші машинаны қанша уақытта қуып жететінін таба аламыз. Ол үшін бізде S бар. Ол 225 километр. 225-ті бөлеміз екі жылдамдықтардың азайтындысына. Себебі ол жақындау жылдамдығы. Сонда 180-нен азайтамыз 135-ті. Ол 225 бөлінген 45. Ол тең 5-ке. Демек, бірінші машина екінші машинаны 5 сағатта қуып жетеді. Бірақ бізге айтылған, егер жылдам машина алғашқы 4 сағатта 720 километр жол жүрсе, яғни ол 4 сағат жүріп қойды. Сонда тағы неше сағат өткеннен кейін ол алдыңғы машинаны қуып жетеді. Ендеше біз 5 сағатта қуып жетеді, бірақ ол оның 4 сағатын жүріп қойды. Демек, ол тағы да 1 сағат өткеннен кейін алдыңғы машинаны қуып жетеді. Сонда нұсқалардың ішіндегі дұрысы Б нұсқасы.